Бәріне сәлем. Қырғызстанда тұрып жатқан үйге хаус турды бастаймыз. Үйдің алдында орман сияқты әртүрлі ағаштар бар. Баспалдақтан көтерілгенде көріп тұрғандарыңыздай қызғылт тәртісті диванда отырып табиғатқа қарап кітап оқысам болады, немесе құрбыларыммен бірге шәй ішіп әңгіме дүкен құрсам болады. Осындай керемет тамаша атмосфера. Енді ішке кіргенде кіреберістің оң жағында теллаж бен шкаф тұрады, қарама-қарсы жақта кухня. Кіреберістен тіке жүргенде залға кіреміз. Осы жерде біз тамақтанамыз, бірге отырып әңгіме айтамыз, бір заттарды жазамыз. Теледидарды ешкім қарамайды, бірақ та тұр. Терезенің алдында осындай әдемі көрініс бар, маған қатты ұнайды. Тағы да әр бөлмеде температураны өзгертуге болатын бір зат бар. Өте ыңғайлы, және де тағы да осы әр бөлмеде орысша айтқанда теплый пол бар. Залдың оң жағындағы есікке келсек, бұл ванна туалет. Және де айтпақшы, бізде 2 ванна туалет бар. Бұл біріншісі. Ванна туалеттен шығып, біз менің бөлмеме кіреміз. Осындай шкафчик бар, оның жанында комод. Жалпы осы үйдің дизайны минимализм стилінде жасалған, маған қатты ұнады. Ешқандай артық зат жоқ, бәрі өз орнымен әдемі, күшті ұнайды. Әсіресе терезедегі көрініс вообще қатты ұнады. Бөлмеден шығып, сол жағында екінші туалет ванна. Бұл біріншісіне қарағанда іші кен, тағы полы өте жып-жылы, ішінде тұрғанда аяғын кәдімгі жан жатады. Күшті. Сол енді бәрін туалет кешіне сөз жүрмін осы жерге. Ал мынау мен. Екінші туалеттің есігінің жанында үлкен айна бар, оның арт жағында кухня. Әрі қарай кеттік. Коридордан жүріп, осы есікте не бар екен? Қазір ашамыз. Бұл типі кладовка. Ішінде чемоданнан басқа түк жоқ. Өте тар, әппақ. Жалпы тикток түсіруге болады деп ойлаймын. Сіздерге түсінікті болу үшін чемоданға телефонымды қойып, кәдімгідей көрсетіп жүрмін ғой. Менің еңбегімді бағалан. Лайк, тіркел деймін бе? Келесі бөлме өте кең, үлкен. Менің бөлмеме қарағанда светлый, ашық түстерде келген. Как будто сіз менімен жүрген сияқты болу үшін бәрін детально дұрыстап түсірдім.